Армағайын, Қазақ даласына қасірет әкелген Семей полигонының жабылғанына биыл 30 жыл. Бірақ сынақтар тоқтаса да, зардабын адамзат әлі күнге дейін тартып келеді. Кейбір дерек сөздерге сенсек, ядролық сынақ аумағында тұрған 1,5 миллион азамат полигоннан зардап шеккен. Бірақ тәуелсіздік алысымен елдің бірінші мақсаты ядролық қарудан бас тарту болды. Алайда шешім оңайға соққан жоқ. Совет заманында барлық жарылыстар аса құпия ұсталды. 1949-1989 жылдар аралығында полигонда 460 ядролық сынақтар жүргізілді. Талай жанға қасірет әкелген Семей полигонындағы соңғы сынақ 1989 жылдың қазан айында болды. Полигонның үні 1991 жылдың 29 тамызында мәңгіге өшті. Ал жарылыстан зардап шеккендердің ұрпақтары сұмдық оқиғаны әлі күнге дейін көз жасын сүртіп еске алады. Біз бүгін Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азамат Аймурзаев Нурадин ағамыздың шаңырағына келдік. Амансыз ба аға? Ең алдымен сұхбатымызды бастамас бұрын, өзіңіз жайлы қалың жұртқа толық таныстырып өтсеңіз. Мен 1947 жыл Түркменстанда туылғанмын, Ташауыз облысында. Біздер толыққанды отбасыдан мен өзім 12 ағайындымын, 7 бала, 5 қыз. Балдардың үлкені менмін. Содан 66 жылы 26 сентябрь күні біздер отправка болдық Ташауыз облысына. Қайда баратынымызды да білмедік. Содан 9 күн жүріп, Семипалатинскийге барғанымызды білдім. Әйтеуір жолда военный эшелон болды, жолдан бала жинады. 26 сентябрьде кеткенден 9 октябрь күні сол атын ұмытып отырмын. Семейдің Шаған деген Шаған шығар станциясы. Сол жерде түсірді бәрімізді. Содан кейін жаңағы үсті президентті жабық машиналарға мініп неге бардық? Әуелі баняға түсірді, содан кейін киім берді. Сосын карантин дегеніміз бар, карантин күніміз басталды содан кейін. 30 күн карантинде болдық. Карантин деген полициянет, анау-мынау халықара жағдайы сондай заттарды нетеді, оқиды. Содан 4 октябрьде, 4 ноябрьде жаңағы нетіп, ант түсіп, присяга қабылданып, біздер частарға бөлді. Содан сөйлерден жаңағы частқа түстік бір. Олды жаңағы сынақ ненің үштолный қазатын екен, шақты қазат. Соның бойын өткеме іштен келген тастарды ауызда төгіп тұрдық ойға. Жұмысымыз сол болды. Нурадин аға, сіз осы Семей полигонына қалай келгеніңіз туралы айтып берсеңіз? Семей полигон екен ғой сол, енді барған жеріміз ротаға бөлгесін жұмысқа кеттік. Содан әуелі айтты өзі жаңағы командирлер, мынау, сіздер сынақ полигонындасыңыз, ешқандай қорқу үркі болмасын, анда-санда жарылыс болады. Енді жарылыс деген затты біздер мына кинодан көрмесек, жақыннан көрген жоқ бұл ғой. Сол затты жақыннан көрдік. Жоқ, қорыққан неміз жоқ, ешқандай үйрендік. Оған бір жер қозғалады екен аздап. Әуелі бір бұлайынша қозғалады, бір жаңағы кішкентай самолеттарға мінгенде бір кашка болады ғой, бір жүрегің нететін, сондай болады екен аздап. Сосын аздап қалтырайды жер. Жаңағы жарылыс кезінде де бір күшті жаман дауыс шығады. Үйрендік бәріне де. Осы Семей ядролық полигонда сынақтардың қоршаған ортаға, адамдарға тигізген кері әсері қандай болды? Әсері енді болғаны ғой, біздер 3 жылдық армияға кеткенімізде. Бізден кейін 67-ші призывтар 2 жыл болды. Сонда енді сол барған солдаттардың 2 жылдан көп
жүргізбейді екен полигонда. Басқа 3-ші жылында басқаша қалдырады да, басқа бір жаңағы несі жоқ жерге. 3-ші жылымызда біздер Қарағанды Балқаш жағасына түстік. Семейден алып кетті. 2 жылдан көп жүргізбейді екен ғой, адамға зиянды болғасын. Сол Балқашта болдық қалған 3-ші жылымызда. Стройкіде болдық, айтып. Дембілге дейін сол неде болдық? Балқаш жағасында. Қарағанды облысына қарайды екен. Приозерный деген жерінде болдық. Не сол? Семей полигоны жабылып аға, Невада Семей қозғалысы басталып кетті. Сіз сол сәттерді айтқан өтсеңіз. Не? Анда-санда біздерге енді көп жаңағы полигонет неде болып тұрады ғой, сонда айтады я. Сол уақытта да Қытай дегенде бізге бір не болып тұрды. Күнде күнада дегендей шекара бұзылып, Қытайдан. Сондай болып тұрдық. Біздерге айтады, ой қорықпаң. Біздер енді ойнасақ та айтамыз, командирлерге, біздің қолымызда мылтығымыз жоқ, ал келіп қалса не қыламыз? Ой келмейді дейді, әйтеуір келгенде жоқ, Құдай сақтағай. Бір көл бар екен, сол көлдің тұсынан бұзып бірнеше рет өткен екен, білмеймін. Бір халық екен ғой, білмеймін, ұмытып қалдық. Сол жерде әуелі мал айдаған границаны бұзып, содан кейін әйтеуір не жаңағы кәрі құрдыларды, жаңағы қартаң адамдарды айдаған. Кеңес үкіметінің солдаты адамға оқ атпайды дегенді неткен ғой олар. Сосын артында солдаттар жүріп, алдынан соларды айдаған. Біздің енді естуіміз көрген, бірақ та кеште телевизордан көріп тұрамыз. Соны, сонда границаның нарушение нетіп атқан. Сонда естіп тұрдық. Ол кезде аға сіздің жасыңыз қанша деді? Ол кезде мен 18-ді толтырып, енді 47-ші жыл ғой, 26 неде 9 сентябрьда бір ағайын томам шақырып, әкем айтты бір жаңағыны кәмілдік жасына келдің, 18-ін толды, сол айдың ішінде 19-ға қарағанда кеттім ғой. 9-ында туған күнім болды, 18, 26-сына да сентябрьдің. Сіз әскерге кеттіңіз? Әскерге кеттім. Әскерден сол Семейге түстіңіз, солай ма? Әскерде болдық, ауылдың балдары болды қатарымыз. Мені бір рет шақырғаннан ақ бұл жерде алып кеттік, көп бір жүргеніміз жоқ. Кейбіреулер жүреді, ойбай, менің фамилиям шығып барды, қалдым мен жаңағы достарымнан деді. Жоқ, біз жерде бір шақырғаннан ақ кетіп қалдық бұл жерде, алып кеттейді. Не сол? Біздер сол көбіне мына Орта Азияныкі мінгеніміз эшелонда Қарақалпақ балдар бар, Түркмен балдар, Өзбекстаннан, Өзбек балдар, Кілең, Орта Азияның несі ғой? Кілең мұсылман балдар. Солармен бардық әйтеуір. Полигонға. Полигонға барғанымызды соң білдік, біздер өздері айтты, сондай сіздер сынақ полигонына келдіңіз деп. Ең бірінші рет сол ротаға түскесін жаңағы жарылысты. Сонда бәріміз бір полигонет болатын еді, соны ертерек шығарды, далаға шығың деп бір балдардың топ ойнайтын площадкасы бар еді, содан. Ешқандай үйлердің қасында, бір бекзаттың қасында тұруға болмайды деп ашық алаңға шығарды. Сол жерде тұрып бірінші рет көрдік жаңағы жарылысты. Дауыс шыққанға жан-жағымызға қарап тұрдық, қайдан шығар екен деп. Қайдан атылар екен деп, соң бір батыс жағымыздан атылды. Бір тауды қопартып тастайды екен ғой, нән тауды. Семей дегеннің өзі бір аласа таулар екен ғой, тілең. Биік тау емес, Алматының тауында. Сондай жер екен. Күтпеген жерден жарыла береді дейсіз. Жоқ, соң үйреніп кеттік. Қорқуды қойдық. Бізде жаңағы күнде, оны жаңағы шақтың ішінде штольныйны қазатындары гражданскийлер екен. Сол жаңағы контрактпен жұмыс жасайтындар шығарды, олар да 2 жыл істеп кететін шығар жұмысқа барып. Сосын біздер тек жаңағы штольныйдың дайын болған жерлеріне электриктер тоқтартып кетеді, жаңағы
путистер бар, темір жолшылар, солар темір жол тартады. Таудың астында да, шақтың ішінде. Кішкентай вагонеткелерден 15 вагонға жақын әр шыққанда шығады. Соны біздер далада төгіп тұрамыз. Әр солдаттың өзінің несі бар, бір путистер жаңағы темір жол салады. Темір жол болғанда узкий колейка деген мынандай кішкентай. Вагондарда ойыншық құсаған, контейнер құсаған бір несі. Сондай. Жаңа бұл үштіктері бар, өзінің қазадың. Анда-санда біздерді алып кетеді, сыртта отырамыз. Жаңағы жоғарыдан тас істеме, бұлай құлай ма, жаңағы вагонды жүргізбей тастайды да, не, жолға кедергі болып, соларға барып, жәрдемдесіп, тасты майдалап, жүктеп, сөйтіп жібереміз. Әне сол, үйрендік оғанда. Рахмет аға сұхбатыңызға. Рахмет. Енді биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы бұйырса, және осы Семей ядролық сынақ полигонының жабылуының да 30 жылдығына орай, мына өскелең ұрпаққа өзіңіздің жүрек жарды тілегіңізді айтсаңыз, батаңызды берсеңіз. Енді өзімнің тілегім мына елбасымыз, президентіміз, сол жаңағы полигонды жабу несіне соны бірінші рет нетіп, оны халқымыз бәрі дүниежүзі қолдап, соны жабылғанына ырзамыз. Құдайым ендігі жастарымызды ондай неге қылмағай, жастарымыз бақытты болсын. Енді ондай нелер Құдайым мына Қазақстанда болмасын. Басқа не айтам? Нұрайдин аға, сізге зор денсаулық тілейміз. Отбасыңызға бақ береке тілейміз. Сізге біздің Фариза Оңғарсынова атындағы Мұнайлы аудандық орталық мәдениет үйінің атынан аз ғана сый сипатымыз бар, қабыл алыңыз. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Аз ғана сыйлығымыз, осыны қабыл алыңыз. Аман болыңыз. Рахмет. Ядролық жарылыстар тек Семейде ғана емес. Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарында, Жезқазғанда да улы ізін қалдырды. Болашақ тарих беттерінде ядролық қаруға қарсы шыққан ағаларымыздың есімдері алтын әріптермен жазылатынына сеніміміз мол. Болашаққа жол ашып, еліміздің еңсесін езбеген ағаларымыздың алдында мәңгі бас иеміз. Енді ешқашан қазақ даласында жарылыс үні шықпасын, еш уақытта қазақ қасіреті қайталанбасын.